Сәлем, бүгін сіздерге AliExpress'тен табылған ең қызықты тауарлар топтамасын ұсынамыз. Алдарыңызда жол талғамайтын көлік. Түріне қарасаңыз, ешқандай кішкентай балалардың ойыншығына ұқсамайды. Радио басқарғышты пультпен басқарылады. Тіпті кейбір бөлшектері металдан жасалған. Дэдпул фильмін барлықтарыңыз көрген боларсыздар. Бұл персонажды ұнататындар арамызда бар ма? Дэдпулдың костюмі тек қару-жарағы ғана жоқ. Егер фильмді көрген болсаңыздар, бұл сол костюмның дәл өзі. Қазіргі уақытта ұшатын ойыншықтар еш таңғалдырмайды. Мына ұшақ та сол сияқты. Бірақ ұшақты ұшыру сізге керемет көңіл күй сыйлауы анық. Арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Горилла гуманоид. Жиналып тұрғанда кубик тәрізді болады. Оны горилла қалпына келтіру оңай емес. Кәдімгі су өткізбейтін электронды сағат. Уақытпен бірге сізге керекті барлық функциялары бар. Барлық дегенде Apple Watch'тан мықты емес әрине. Дегенмен ұзақ уақыт сізге қызмет көрсететіні анық. Жалпы Smile фирмасының сағаттары арзан әрі сапалы келеді. Күн жүйесі тәрізді сағат. Бұл жерде күн ортада орналасқан. Меркурий секундты көрсетеді. Жер сағатты, Марс болса минутты. Сіздің үйіңіз үшін ерекше сағат. Сіздің мысығыңызға арналған ойыншық тышқан. Ең қызығы, ойыншықты өз смартфоныңыз арқылы басқарасыз. Мысығыңыздың қаншалықты ойын құмар жануар екенін білгіңіз келсе, тышқанды міндетті түрде алып көріңіз. Трафарет. Бұл өте керекті құрылыс құралы. Әсіресе үйге кафель немесе паркет төсегенде керек болады. Жарықшам. Бір уақыттың өзінде әр түрлі түсте жаналады. Бірнеше арнайы режимі бар. Бұл жай ғана жарықшам емес, бір ойыннан алынған персонаж. Қандай ойын екені өкінішке орай есімде жоқ. Егер білсеңіз, комментке жазыңыз. Мультитул. Бұл жүзік 4 түрлі функция орындай алады. Біріншісі ашқыш, екіншісі пышақ, сосын ара және тарақ. Бірақ тарақтың не үшін екендігін білмедім. Қас тарау үшін шығар, немесе мұрт па? Мынаның не екендігін кім біледі? Төменде жазып қалдырыңыздар.